Біз күнделікті жүріс-тұрысымызда пайдасыз әдеттерді істейміз. Кейбіреулеріміз оны байқамағанымен, ол әдеттер барлық адамдарда болады. Сізбен бірге Пазл каналы. Бүгін осындай 10 әдетті айтатын боламыз. Тоңазытқышты ашып тұрып, біраз уақыт қарап, қайта жабамыз. Оқып жатқан текстті курсормен белгілейміз. Метро туннеліне поезд келе жатқандай, қайта басымызды бұрып қарай береміз. Ұялы телефонымызға уақытқа қараған кезде бір сәтке ұмытып кетеміз де, жай телефонға қарап тұрамыз. Лифттің шақыру батырмасын тез келсін деп қайта баса береміз. Бірақ олай басқаннан лифт тез келмейтінін жақсы білеміз. Телефонның оятқыш функциясын белгілі уақытқа қойып, бірақ сол уақыттан 15 минут ерте оянамыз. Әлеуметтік желілерге 20 минут сайын кіре береміз. Теледидардағы пульттің батарейкасы бітіп қалса, батырманы қаттырақ баса бастаймыз. Және сол батарейканы жынды құсап тістейміз. Қолдағы ұстап тұрған затты іздейтін де кездеріміз болады. Ұялы телефонмен сөйлескен кезде бір нәрсені міндетті түрде шұқылап немесе түрткілеп тұрамыз. Бүгінге осы достар, егер осы видео 100 лайк жинап жатса, онда міндетті түрде екінші бөлімін істейміз. Комментарийге осы пайдасыз әдеттердің қайсысын істейтінін жазып жібер. Ал нағыз пайдалы әдет ол Пазл каналына жазылып, осы қоңырауды басу және каналымыздағы басқа видеоларды көру.